Төркін Сыбаға, Алмас Алматов. 1973 жылдың қыркүйек айы. Мектеп бітірген жылым. Оқуға түсе алмай ауылға қайта оралдық. Ендігі бұйырған жұмыс механик Машараптың көмекшісі болып, жаңа қала совхозының нөмірі 4-ші фермасындағы шопандарының құдығына мотор құруға тапсырма алып жолға шықтық. Таңертең гаражда мотор тиеп жатсақ, жұрт бізге бірің молда, бірің қожа, Құдай қосқан екен екеуіңді деп күліп жатыр. Дін апиын деп қожа мен молданы құбыжық қылып қойған заман. Жұртқа арзан сөз, мазақ керек. Машекенің бір әдеті, ондай сөздерді естімеген жандай кейіп танытады. Тәуекел деп, біз өз шаруамызға шықтық. Астымызда Машекенің совхоздың өтелінен құрастырып алған қорапты құрама қашыр машинесі бар. Үстімізде 10 зит моторы мен қосымша бөлшектері тиеулі шығысқа қараған ауылдың шетіндегі аққұмақ төбеден асып жолға түстік. Қыркүйек айы кірсе де күн әлі ыстық. Таңертең ерте күнге қарсы жүрдік. Біздің Қызылдың жолы қияметтің жолындай ауыр. Өзім бұрын жүрмеген қырықтарау жолмен қия құмды кеселеп ілбіп келеміз. Я тегі, я зауыты, жоқ ескі темірден жинаған машина қарсы қабақ биік төбеге келгенде ықшына зарланып, өзін құрастырған Машекең моладан медет тілеп Қызылқұмның құмын маңдайымен бір өзі итеріп келе жатқандай қалш-қалш етіп, азу тісі сықылдап ала жөнеледі. Шаң мен түтін араласып, кабинаның іші алай-түлей батып қаламыз-ау деп ойланып, көз қиығымды Машекеңе салсам, ол кісі тап солай болу керек секілді, иегіндегі сақал мұрты шошайып, балуан білегі мен машинаның рөлін орай ұстап, қанен қаперсіз жайсын келе жатыр. Жылдамдық 40-50 километр. Әр төбеден әупірімдеп өткенде басады біздің қара айғыр деп, мұртын таулап, өз-өзіне риза болып жымиып қояды. Ойға қарай 30 алмайтын машинесін бала секілді мақтайтыны барау. Қалай болғанда бұл кісінің жұртқа ұқсамайтын мінез құлқы мен іс-әрекетіне шәкірт болып, ізіне ерген бала жасымнан қанықпын. Қайда бара жатқанымыз Машекең мен Құдайға ғана аян. Естігенім генерал тамы деген жерде ферманың орталығы болу керек. Үй жыңғылдың үстімен сексеуілді, жыңғылды қалың жынысты аралап біраздан соң тақыр жолға түстік. Әншейінде әңгімеден жалықпайтын Молдекең әзір үнсіз келе жатыр. Әңгіме кез келген уақытта, кез келген тақырыпта басталады. Күн тас төбеге келгенде бір бұлақтың басына келіп тоқтадық. Бұл кісі дәрет алып намаз оқуға кірісті. Бұлақтың суы жылы екен. Өзім де шешініп, жуынып, шайынып, үстімнің шаңын қағынып алдым. Ол кісі киініп алуыма қарамай машинаны қоптап, шаңын бұрқ еткізіп айдалаға тастап кете барды. Бұнысы несі деп тұрғанымда, әй дейтін жердегі биік төбенің басына барып тоқтады. Жаяулап ізіне келдім. Тоқтаған жері ескі бейіттің басы екен. Ортасында түйе өркештеніп, құландысы қалған үлкен қорым. Айналасында 2-3 сыпа түріндегі қорымдардың жауынмен мүжіліп жерге сіңіп кеткен сұлбасы көрінеді. Үстіне дарақ сексеуіл шыққан жон төбе. Келуімді күтіп тұрғандай Машекең басына тақиясын киіп, сыртынан жетектеп, орамалын орап, жерге жерелеп отырып Құран оқыды. Өзім де жанына жүрелеп отырдым. Құран ұзақ оқылды. Өп еткен жел сезілмейді. Жер мен көк біздің қожа мен молданың еншімізде тигендей үнсіз тыныштық орнады. Айдала, Құран аятымен өріліп, құлықтай көтерілген қоңыр үнді көңілім құдірет иесінің көктен жеткен дыбысындай сезінді. Бұл кісінің аят оқығандағы қырағаты өзіме айрықша ұнайтын еді. Бұл жолы баябан даладағы мына әрекеті жүрегімді қозғап көзіме жас үйірілді. Қоңыр әуезді бір қалыпты мақам иірімі аяттың әрбір әрпі мен буынын көмейімен күмбездеп, күмбірлетіп құйылатын қырағаты еріксіз жан жүрегімді қозғап жіберді. Машекенің жанының жалғызсырап отырған түсіндім. Ауыл үйдің адамдары, әй, сол Машарабаның сөзін қойшы. Құдайдың қасында болып келгендей сөйлейді. Құдай пайғамбардан басқа айтар сөзі жоқ деп хан сыртынан жұдырық айтпайтындары болсайшы. Машекең қол жайып, әулие әмбиелер мен сыр бойындағы өзі білетін жандардың аты жөнінің ұзақ тізбектеп дұғасына қосып бет сипай орнымыздан тұрдық. Содан соң маған маңыздана қарап, қожа, бұл кімнің бейіті екен білдің бе? Деп сұрады. Білмедім, бірінші келіп тұрмын. Өлген соң ердің орны төлене ме? Қу мола сау күнгідей елене ме?
орнына 1000 тал шыбық шыққанменен бұрынғы гүжімшілік көгереме деп Тұрғанбет ақын айтқан гәп бұл нардай шөгіп опырылып жатқан кете ешнияз салдың үй тамы. 60 жасында 60 қараға айтқан деген шешемізді қыздай ұзатып алып айтжанай деген ән қалдырған Гөзәлінің жатысы осы. Бұл кісі атақты Кете Жүсіптің әкесі. Одан мұзарап жырау туады. Соңында Былымшай әнін қалдырған. Оның баласы кешегі Нартаймен бірге ән салып концерттік бригадасында болған Сабыт жырау туады. Кешегі 41-45 жылғы қан майданға осы Қармақшыдан 5000-нан аса жігіттер аттандық. Содан аман келген аз адамның бірі. Ол қазір Қармақшыда. Дауысы қарлығып қалып, ол кәсіпті қойды. Болмаса, Әбәш пен Сабыттан ән оздырған адам жоқ. Бұл біздің бала уақытымызда күмбезді, көрнекті кесене еді. Ендігі қалған жұрнағы осы ғана. Осындағы атқа мініп жүрген бірталай азаматтарға неше қайтара айттым. Ел сыйлаған адам еді, басын көтеріп белгі қойыңдар, деп. Бәрі жалған белсенді. Қожа мен молда, үйтам мен мола десе, ат тонының ала қашады. Сірә өздерін өлмейтіндей біледі-ау. Ой Аллай, бұл заманның адамы бұзау секілді. Алдыға тартсаң, 4 аяқтап артқа шегінеді. Анау сексеуіл жыңғылдың төбіндегі шашылып жатқан арақтың бөтелкесін көрдің бе? Соның бәрі бағанағы гаражда екеумізді мазақ қылып тұрған біздің ауылдың жігіттерінің жұмысы. Олар үшін бұл төбе, арағын ішіп, ботаның төбіне тышып кететін жер. Құдайдан безіп, азғындап болды ғой жұрт. Дегенде намыстан бетім дуылдап кетті. Алқымма өксік тіреліп, екі қайтара жұтынып зорға тоқтадым. Шындықтың мұншама ащы боларын сонда сезіндім. Бұл кісіні осындай үкіметтің саясатына қарсы қайраты үшінде жұрт жақтырмай қалады. Жаңа қалада 4-ақ үй мұсылман бармыз, деп жүргенде осы кісі. Әр сөзінің астары кекесін шындықтың найза үшін тіреп айтады. Одан әрі қожа сен Тағайға нөмір 2 фермаға барамын деген екенсің. Зам директор Жалмағанбетов Нәбиге айтып өзіме көмекші болады деп бөліп алдым. Бірге бара жатқан адамдарыңды білдім. Оларға ерсең құсығыңа тайғанап жүріп арақ ішуді үйреніп қайтасың. Маған бұл саққоздың адамы мен итінің күшігіне дейін белгілі ғой. Сен қожаның баласысың. Біз өлмей тұрғанда ізімізге еріп, көретінді көріп, үйренетінді алып қал. Ертең бізде өлгесін құмға араласып қаламыз, деп машинаға қарай жүрді. Мына сөз сүйегіме өтіп кетті. Оқуға бардым келдім деп көптен қолына түспей жүредім. Оның үстіне бозбала жігіт болған уақытымыз. Ал енді құтылып көр. Өзіме де дауа болды. Машинаның көлеңкесіне жайғасып, түскі ас суымызға отырдық. Бұл кісінің жолға шыққанда 5 қаруы сай болады. Машинаның арқалығының артында ыдыс-аяқ, текемет, көрпеше, ас суы тағы басқа өзімен бірге жүреді. Айтқандаяқ әйдік қара күләбі қауынды алып шықты. Ал қожа, Алла екеумізге жұмақтың дәмін татқызамын дегенше бұйырған дәмнен ауыз тиіп, мына төбенің басында жатқан мұсылмандарға дұға оқиық деп, қынынан өзі соққан күміс мойнақ мүйіз сапты пышағын шығарды. Бұл кісінің ұсташылығы, жыраулық ақындығы елге мәлім. Өз алдына бір сала әңгіме. Сонымен барлығы Молдекең айтқандай болып, қайтадан жолға шықтық. Көп кешікпей егістік алқапқа түсіп, жолда тегістеліп машинаның жүрісі де өне бастады. Күн арқаға ауып, жел алдымыздан тұрды. Машекен ыңылдап, мақамға салып, Шегебайдың ғазал мінәжаттарын бірінен соң бірін айтып келе жатыр. Құдай берді. Бірден құлақ күйімді келтіріп, бар зейінді аударып, іштей жаттауды бастадым. Әуенге салып айтылған сөзді есте сақтау өзіме оңай еді. Бұл кісі заматында қайта сұрайды. Жаттай алмасаң, қайтып бұл кісіден сөз алудан үміт үзе бер. Сыр бойының ақын шайырларының бар сөзі осы кісінің басында. Совхоздың есепшілері күлге тастаған жазу машинасының екеуінен біреуін құрастырып алып, қол жазбаларын арабшадан қазақшаға аударып басып жатыр. Оның қазақша әріптерін Қызылорданың баспаханасынан құйдырып әкелдім деп отырады. Орысша, арабша, парсша, шағатайша толық сауатты жан. Біз Шораның мешітінде оқыдық деп отырады. 1934 жылы Ресейдің Тангорский селхоз техникумында білім алып,
ауыл шаруашылығы техникаларының механигі 3 класты шофер мамандығын алған. Одан әрі Қарағандыға жіберіліп, сол жерден 1338 жылы армия қатарына шақырылады. 1939 жылы Фин соғысына қатысып, 1941 мен 45 жылы соғыстың басынан аяғына дейін қатысып, Германияда тағы бір жыл әскери қызметте болып, елге 1946 жылы келген адам. Бұл кісінің бойындағы сан алуан мүмкіндіктерін көріп, өзінен өзің түңілесің. Бір саусағы біздің 2 саусағымыздай. Домбыра тартқанда тыңдаған жанның 62 тамырын иітеді. 1943 жылы әйгілі Курск доғасының қанды қарғынына қатысқан танк командирі аға сержант Машарап Әлиев бас қолбасшы И.В. Сталиннен жасаған ерлігі үшін 10 қайтара алғыс алған қанды өзек. Қайсаржан, сендер осы мектепте не оқып жатсыңдар? Қане, бүгін қандай тақырыпта сабақ өттіңдер? Деп бізді бала мысық ойнатқандай тергейтіні тағы бар. Машекен машинамен тай шаптырым ақ басты табанды кесіп өтіп қарсы қабаққа қарай көтеріліп, жал төбінің үстіне шығып тоқтады. Күнде еңкейіп, екіндіге барып қалды. Машинаның маңдайын желге қаратып ашып, суытып қойды. Сосын маған қарап, ал қожа, от жағып шай қой. Жоғарда флягте су бар, деп өзі дәрет алып намаз оқуға қамданды. Бәрін айтқанындай дайындап, көлеңкеге төсеніштерді жайып дастарханға апамның жолға деп пісіріп, майлыққа орап берген қойдың сүр жамбасы мен сүмбесін қойдым. Әсіресе апамның шоққа көміп пісірген тапананы айрықша дәмді болатын. Машекен машинадан белінен тоғалап тастаған тұтқалы сары сөмкесін ала отырды. Соғыстан өзімен келген мүлгау 2 құлағын ағытып ашып еді, оның іші бүтін магазин болып шықты. Мә, мынау сүт, төретамнан алдырып қоямын. Оларды Мәскеу қамтамасыз етіп тұрады. Мынау үнді шайы деп тағы басқаларын беріп жатыр. Дастархан тәуір жасауланды. Пышағын салқын сумен 3 қайтара шайып алдына көлденең қойды. Әңгімесін жалғап, жолға шықсаң, жолдасыңды тауып шық, үйіңнің ішін шауып шық, деп атаң қазақ айтқан. Не қажетінің бәрі өзіңмен бірге жүруі керек. Қапелімде ғарып болып қаласың, деп мұқият оралған 2 кесе берді. Шайды осыған құй, ана темір күрешкіңді алып қой. Кешегі үлкен соғыста елге аман жетіп, ағайынның ортасында кеседен шай ішіп отырар күн болар ма, деп елді сағынғанда көз жасымыз қалайы күрешкедегі қайнаған қара суға тамшылап отырған заман болды. Алла жеткерді ғой, қаншама жан шейіт болып майданда қалды, деп әңгіменің сүрлеуіне түсті. Ал қожа, мен әдейі сені біраз нәрсені біліп қалсын деп сыртқы жолмен келе жатырмын. Болмаса табан жол бағанағы Ешнияздың жолымен әрі кетеді ғой. Мына біз отырған жердің ескілікті атау Ақбастының табаны деп аталады. Менің туған жерім. Ескілікті Аққыр Жамансыр Түпбөгет болысына жапсарлас жатқан қалың ел едік. Біздің Шораяқ ауылы дейтін. Шораяқ Омардың әкесі Батыр би кісі болған. Қарабазар кете аталығының өзі. Толық 5 ауыл ел едік. Кешегі байталаудан кейін үкімет 28-30 жылдары бұл табанда әуелде тоз болып, кейін Малтов, Каганович, Сталин деген 3 колхозға адамды зорға жинады. Әр колхоз 30-40 отбасынан тұрды. Сыр мен Қуанның арасындағы қалың елдің қуғын сүргін босқыншылықтан тірі қалған жұрнағын белсенділер күшпен айдап келіп осы жерге егін ектірді. Ол заманда ес білген баламыз. Бар сұмдықты көзімізбен көрдік. Елдің ішінен шыққан кедей қосшы белсенділер елді аш қасқырдай тонады. Адамнан мейір шапағат жойылғанда хайуаннан айырмасы болмай қалды. Әсіресе өзіміздің ішімізден шыққан ағайындарымыз белсенді болып, білегіне жарты кес қылыш мата байлап алып, ағайын тума әйел бала демей білгенін істеді. Елдің мал мүлкін, азық түлігін, киім кешегіне дейін тартып алып, босқыншылыққа ұшыратты. Соңы 32 жылы ашаршылықта ұласты. Аштан қырылған адамның сүйегі шашылып қалды. Обал сауапты ұмытып, жанын үрей билегенде талай жандар қатын балаға қарамай, қара басын сауғалап босып кетті. Құдай белсенділердің де жазасын берді. Көбі тұқымсыз кетті. Халықтың қарғысына ұшырағандарын көрдік. Ой, бала айтпа, айтпа, деп Машекең ерін тістеп күйзеліп кетті. Сәлден соң
Ақбас табанға қарап отырып, әй қожа, мен мынаны айтайын. Кешегі 32-ші жылы ашаршылық болғанда тоз да колхоз да далада қалды. Үкімет асырайды деп шапқылап жүрген белсенділер мен әкім қаралар елде тігерге тұяқ қалдырмай тонап болып, күз келгенде қарасын көрсетпей кетті. Ел жаппай қырылды. Аштық бір басталса індеттей тарайды екен. Аштық бір үйге келсе бүкіл ауыл ашығады деп отыратын еді үлкендер. Әуелі бір-екі адамның ісіп жүргенін көрдік. Соңы сол нәубет бәрімізге тарады. Ел босып шұбырыншылыққа ұшырады. Әкеміз әлі деген кісі егін еккен бір бет қайратты шаруа адам болды. Өзімізге қараған Әжібай Алтай тұқымынан 5-6 үйінің адам қарасын қасына жинап, осы отырған төбеге айналдыра жер кепе қазып беріп, көктемнің шығуына дейін амалдап шыдайық. Күш өлік жоқ болғанымен аздаған құрал сайманымыз бар. Көктемге жетсек өлмеспіз, егін егерміз. Қара орыннан қозғалдым дегенше шығынға ұшырайсыңдар деп қоғамшылық жасады. Көнгені көнді, көнбегені кетті. Біз осы жерде қалдық. Ортамызда Сарыөзен қожа деген қожамыз қалды. Елге сыйлы, еңбекқор, қарапайым, барынша адал жан еді. Жасы сол кездерде 60-ның ішінде болатын. Жас шағында қылыс бекет би Бұхардан алдырған, арғы түбі Мағзаман әулиеден тараған пірдің тұқымы. Ол білген адамға болмаса кәсібі екіншілік шаруа адам болды. Кешегі бай талауға дейін бекеттің құмы дейтін жерден Ешниязға дейінгі аралықта аман болыстың қарауындағы елді Құлыс бекет ауылы деп отыратын едік. Кешегі бай талаудан кейін белсенділер Қызылқұмнан тозған жұрттың жұрнағын Ақбас табанға атпен өкшесін бастырып, жаяу шұбыртып айдап әкелгенде Шөмекей аспан аталығынан Ұлғаспай, Жалғаспай, Жексенбай, Нұрбай, Тоқсанбай, Шәртінбай деген кісілермен бірге Сарыөзен қожа да жалғыз баласы Мәлікті жетектеп, кемпірі мен екеуі бізге қосылды. Қаншама қырғын қуғында жүріп 5 уақыт намазын үзбеген шын мұсылман. Сол адамды көрдім. Шапанның ұзын жеңінің ішіне таспиғын тігіп алған екен. Адам ашыққанда ештеңеге қарамайды. Ақбасты табандағы қоғаның түбін қопарып жедік. Құрт құмырсқа, бақа шаян жеп те кетті жұрт. Қыстың түсуі бар күн көрісімізден айырды. Көктемге көк тырнақ болып зорға іліктік. Әр үйдегі тұқымға деп сақтаған дәнін жұрт жеп қойды. Біздің қостың да жағдайы солай. Өзіміз қарындасыммен 4 жанбыз. Көктем созылмалы кеш шықты. Қарсуы жылғалап босап жатқан мезгіл. Әкем мен шешемнің беті қалқып жылтырап ісе бастады. Тұзақ құрып, шыр айналып жүріп жүрмін. Аштың аңы жүрмейді деген сөзді сонда түсіндім. Қыз бойына алғаным 2 қоян. Қоста жарты қақпа жақын арпа араласқан. Тарының дәні болуы керек еді. Сол жоғалды. Әкемнің тұқымға сақтап жүрген соңғы қор еді. Ендігі жағдай бізге де белгілі болды. Көзі қарап отқан жұрт бір-бірін талап жеуге келді. Әр қосшы колхоздың ізінде қалған 10-15 үйдің қарасы. Оған шұбырынды жұрт қосылған. Өлген жанның есебі жоқ. Көктемнің аш өзек айы жаннан күдер үзгізе жаздады. Жасы тарам-тарам болған анамды моншама жақын жерден көрсемші бұрын. Салалы сосақтарымен маңдайымның терін сүртіп, әлди бөпемдеп, бесік тербеткендей ыңылдап, көзінің жасы бетіме тамшылап отыр. Қолының сыртынан қолымды қойып, апа, тірімін, жыламаңыз дедім. Бөліп-бөліп, анам сол кезде құшағына қапсыра қысып, өксіп-өксіп қатты жылады. Я Алла, не жазғанымыз бар еді. Мұншама апат жіберетіндей дегенде жүрегім езіліп кетті. Қосыла жыладым. Анамның ұрған зарынан қара жер жарылғандай күй кештім. Анам өте сабырлы адам еді. Іле-шала калимасын қайырып, Алла мың қайтара шүкір деп тәубасына түсіп жатыр. Маған дейінгі 5-6 перзенттері өліп, баланы зарғып көрген жандар ғой. Тұруға талаптандым. Әлім жоқ. Бұлауға түскендей терлеп, су болып ағып жатырмын. 8 көзім мен жауырын тұсым ашып бара жатыр. Анам құлағыма сыбырлап, қожа атаң қоз қойдырды. Шыда құлыным деп жан жағымды қымтап жатыр. Сол кезде ала көлеңке оттың жарғынан көрдім. Қостың ішінде әкем мен Сарыөзен қожа отыр екен. Ол кісі жұмсақ биязы даусымен
балам, Алла жар болды. Қатты аяздап қалған екенсің. Енді тұрып, жуынып шайынып ас ауқатыңды ішсең болады деді. Қос қойғанда жауырын мен сегіз көздің тұсынан үлкен кесе шамасында жерді ойып, соған сексеуілдің қайту шоғын салып, күлмен қоламталап, бетіне жұқалап топырақ тастап, үстіне қоғадан тоқыған мардан төсеп, соған жатқызған екен. Келесі күні денем тыстап, көрпедей қаптап кетті. Егер терлемегенде ішке түсіп, адамды өлтіретін жаман дерт екен. Ескілікте ол дертті күл деп атайтын. Әуелі Құдай, сосын Сарыөзен қожаның арқасында сөйтіп бір өлімнен қалдым. 10-15 күн жатып қатарға ендім. Бетімде сол дерттің дағы қалды. Ол дерттің шарты сол: жаныңды аламын, болмаса әріңді аламын деп келеді екен. Өлмеген жанға жаннан артық олжа бар ма? Кейін анамнан: апа, қалай мені балық көз ойға білгендей жібердіңіз деп сұрадым. Анам: сол күні түсіме әкем кірді. Өзінің атыңды атап, балық көз табанға барсын деп тірісіндегідей бірақ ауыз сөз айтты. Түн ортасы екен, оянып кеттім. Қайтып көзім ілінбеді. Опырмай, бұл кісі түсіме кірмейтін еді деп, содан өзіңді ояттым. Әкем аңшы кісі еді. Аң мен құс жайылған шөптің бәрінде дәм болады, болмаса нәр болады деп айтып отыратын. Ал анам балық көздің ортасындағы жалғыз дәні құстың азығы. Олар да ет пен сүйектен жаралған мақлұқ қой, шырағым. Жоқ жерде оның дәнінде қуырып шай орнына демдеп ішуге болады деген бала кезімде шешемнен естіп едім. Әуелі Құдай, сол екі қырғауылдың сорпасы дертіңнен сауалыңа демеу болды ғой жаным. Болмаса сорпа суды қайдан табамыз деді. Қар кетіп, әкем тіршілік қамында жүр. Қара арықтың бойында ертелі кеш екі адам жүреді. Бірі ақ тамбал, ақ көйлек, ақ орамалды Сарыөзен қожа. Ол кісі 5 уақыт намазын жарманың басында оқиды. Бірі кетпенің арқалаған әкем. Арыққа әлі су түскен жоқ. Жер дегдіп, күн жылына бастаған мезгіл. Бір күні ауыл сыртына бір бөлек адамдар келіп тоқтады. Өре түрегелдік. Анау қырқаға келіп орнықты. Адамдарының жүрісі тың, өздері ширақ секілді. Бір күні анам таң алдына оятып: балам, қар кетіп, жер ашылып жатыр. Құбыла беттегі жыңғылды ойда балық көзді табан бар. Тұзағыңды сонда құр. Құдай берсе бірдеңе ілгер. Қайтарыңда дормаңа балық көзден толтырып ала кел деді. Таң қараңғысында тұрып тұзақ құруға кеттім. Анамның әкесі аңшы адам болған еді. Оны да жақсылыққа жорып үміттеніп келемін. Айтқанындай-ақ сілтеген жеріне келсем, қардың ойдым-ойдым ашылған жерінен қырғауылдар балық көзге жайылып шашып тастаған екен. Айналдыра тұзақтарымды құра бастадым. Күн көтеріле екі төбенің астына барып, үй жыңғылдың күнгей бетінен орын дайындап, астыма сексеуілдің шырпысынан төсеп, әкемнің шекпенін оранып жатып алдым. Көзім ілініп бара жатса, түсімде әлденелер елестеп, оянып кетіп отырмын. Аш құрсақпын, қалайда ұйықтап кетіппін. Оянсам күн төбеге келген екен. Аяздаған денемді зорға жаздым. Дереу тұзақ құрған балық көз табанға қарай асықтым. Аш адамға тамақтан басқа қайғы болмайды. Қанша адымдап жүрсем де жүрісім өнбейді. Ойымнан шықпайды. Сол жерде өзімде әлсірегенмін-ау деген ой келді. Жыңғылдың қураған таяғын алып алдыға қарай асып келемін. Төбеге шыққаным сол. Құдай берді. Ойдағы тұзаққа түскен қырғауылдың қоразын көріп, аяғым жерге тимей кетті. Жүгірген беті жетіп таяқпен салып өттім. Келесі тұзаққа мекені түсіпті. Опырмай, сондағы Аллаға сансыз тәубе айтып жылағанымды көрсең. Жан бергенге дән берем деген Алла жеткердің-ау деп, шешемнің айтқан балық көзін жинап дорбама салып, екі қырғауылды белімді байлап, қойныма тығып, қуанғаннан ауылға төтелеп тарттым. Баратын жерім 3 шақырымдай жер. Көктемде өлексені жейтін тасқара мен ақсары төбемде айналып жүр. Алымдағы ойға түссем, өлімдікке үймелеген қарға құзғын шуылдап қоя берді. Жүрегім тартпаса да солай қарай жақындап жүрдім. Қар астынан аршылып қалған адам мүлделерін көрдім. Жем сауын найзалап, тояттап алған тасқара орнынан мені көріп зорға көтеріліп,
ұзамай төбенің басына қайта қонды. Қардың бетінде қою қара шашы бұрқырап жатқан жас әйел екен. Бір бұрымы тарқатылып, бір бұрымы өруімен қалыпты. Әйел бауырына баласын қысып, бүк түсіп қырынан жатыр. Үстінде сырма масатыдан шапаны бар. Баласымен екеуінің көзін құзғындар ойып алып тастапты. Сәл әріректе тағы бірнеше адамның өлігі көрінді. Қарға құзғынның шуылы күшейіп, жүрегім қалтырап қоя берді. Бойымнан әл кетіп бара жатқандай сезіндім. Үрей билеп айқаламақ болдым. Дыбысым шықпады. Тез кетуге асықтым. Жүрегім айнып, 2-3 қайтара лоқсыдым. Төбенің басына әзер шығып отыра кеттім. Қарама-қарсы жыңғылдың түбіндегі үрлесін қардан басы көрініп отырған 2 адамның сұлбасын байқадым. Қайта қарағанымда жердің беті түгел өлікке толып бара жатты. Басым айналып, жер менен көк төңкеріліп түскендей күй кештім. Қайта лоқсып, қара құрым запыран тастадым. Бойым жеңілдегендей болды. Бетімді қармен жуып қайта жүрдім. Өзіме өзім өлікке жақындап нем бар еді деп келемін. Теңселіп жүрегім аттай шауып, көзім қарауытты. Бойымнан әл дәрмен кетіп, көз алдыма анам елестегендей болды. Әкем бе екен, біреудің сұлбасы. Одан әрі есімде жоқ. Есімді жисам, түн ортасы болар, төбеме төніп отырған анамды көрдім. Абырой болғанда қостың алдына келіп құлаған екенмін. Басымды тізесіне қойып, жаным, құлыным деп бір ырғақпен тербетіп отыр екен. Көзінің ол заманда бейсауыт адам қарасы көрінсе, әуелгі елге ақылдан бұрын үрей келеді. Атқа мінген адам көрсе, Әзірейілні көргендей қорқып, халықты әбден үрей билеп, жетесі жер болып қалған заман ғой. Жағалай қостан шығып қарап отырмыз. Келген күні сол жерге тынықты. Ертеңіне тұрып, төбенің басынан жыңғыл қос соға бастады. Сәске мезгілінде бір келіншек қасында 8-9 жасар қыз баласы бар қабақтан түсіп, біздің ауылға қарай келе жатты. Ауылдың шетінен әр қосқа кіріп, кідірмей жағалап келе берді. Кезегі біздің қосқа жетіп, әкемді көріп, сәлем бердік аға деп, ішке кіріп, қызын бауырына тартып, оң босағадан мешіт моласына дәріске кірген шәкірттей жерелеп отырды. Киім киісі әдебі алыс жақтың адамына ұқсады. Өзі өңді қара торы, жасы 25-30-дар ішіндегі қажырлы келіншек көрінді. Біздің қосқа кіріп кідіргенге айналадағы ауыл адамдары да жинала бастады. Әкем, саламат бол шырағым, деп аңтарылып қайта қарады. Келіншек: аға, біз алыс Тілеулі байдан келе жатқан ағайынбыз. Еліміз Шөмекей, Отарбай балқы, Майдабек ауылының бір үзік жұртымыз. Қызылқұм бетінде малды ауылда отыр едік. Біздің елімізде де осы жұтшылық жайлады. Мал жанның бәрі тәркіленді. Азаматтарымызды үкімет адамдары айдап әкетті. Өлі тірісінен хабарымыз жоқ. Елден шыққанда көш көлігіміз бар. 40-50 жан едік. Тонаушылыққа ұшырап, осы жерге бала шағамызды қосқанда 22 жан жеттік, деп кідірді. Әкем: айналайын-ау, ел біткен жан сақтауға Бұхараға шұбырып жатқанда теріс көшкенің не, деп салды. Келіншек жанарын төмен салып, сәл кідіріп сөзін жалғады. Әл аға, мен сізді енді ғана даусыңыздан танып отырмын. Бұдан 10 жыл бұрын осы Ақбас табаннан өздеріңіз ұзатқан Құлыс кете бегімнің қызы Зұхрамын. Дегенде әкем еңсесін тез көтеріп алып, келіншекке зер сала қарап: ойбай шырағым-ай, айналайын-ай, Шілмақан жанның қарындасы екенсің ғой, деп дауысы дірілдеп, енді не істедік деп жан-жағына қарап екі тізесін уқалай берді. Анам дауыс салып: жан бауырым, деп келіншекті бауырына қысып, құшақтасып көрісті. Бұл кісілер немере туысқан болып шықты. Әкем: әй қоя тұр, тыңдайық, деп шешеме зекіп тастады. Келіншек те басындағы орамалын жүндеп әңгімесін қайта жалғады. Аға, Жолшыбай халықтың жағдайын көріп келе жатырмын. Кей ауыл түндігі ашылмай түгел нәубетке ұшырапты. Өткен жылғы қыркүйекте өзімді ұзатқан жолмен сырға қарай Ақбөгеттен шығып Қуанның
бойына жетіп қоян түлейді қыстап шықтық. Сол жерде тонаушылыққа ұшырап 10 шақты адамымыз шығын болды. Көліктен 2 түйе, 2 атымыз бар еді, соны тартып алып кетті. Бұл жерге жеткен әйел бала шағамыз. Өзімнің 3 баламнан қолға ұстап қалғаным мынау, үлкен қызым. 2 ер балам жолай шетінеді. Көктем шыға ерте қозғалып, қар суымен сіздерге жеттік. Аң екеш, аңның баласы да қиналғанда туған ініне қарай қашып жан сақтайды екен. Бұдан әрі баратын жерім де елім де жоқ. Менің туған жерім осы, Ақбас табан ғой, әлі аға. Дегенде әкем 2 иығы бүлкілдеп, жасқа булығып, тебіреніп кетті. Айналайын-ай, айналайын-ай, әлім мен шөменге сөзін өткізген Кете бегім бидің қызысың. Қандай ел едік, соншама жерден еліме жеттім дегенде қаңсып өлік сасыған далаға келдің-ау деп басын шайқап отырып қалды. Сәлден соң әкем бойын жинап, біздің жағдайымыз осы. Төркін жұртынан да ешкім қалмады. Тірісі айдалып кетті, өлісі қардың астында қалды деп әкем орамалымен бетін сүртті. Келіншек: аға, ел қарасына жеттік. Қалған жерде Құдайдың басқа салғанын бірге көрейік. Сізден қапталыңызда қос салып отыруға рұқсат сұрай келдім. Жұтаған шүкірге тоймайды деген. Біздің ішімізде ер азамат жоқ. Еркекше киініп жүрген 4 әйелміз. Қалғаны ата-анасыз қалған балашаға. Ағайын туманың тұқым жұрғаттары. Ақбас табандағы егін еккен еліме жеткізсем, жетімдерді өлтірмеспін деп күні-түні сабылып келе жатқан жағдайым сол. Болмаса есіл азаматтардан артында қыз да болса тұқым қалсын деп ертіп келе жатқаным. Алды 15-16 жасар, соңы 10-12 жасар балалар. Мына заманда қайыр тілеп тарап кетсе жинай алмай қаламын. Сіздерден өтінішім, кеңестеріңіз жарасса, маған төркін сыбағама қара арықтың суынан бір құлақ су беріңіздер. Егін егіп жетімдерімді асырайын, ағалар, деп тоқтады. Келіншектің айтқан сөзіне егіліп жылап отырмын. Әкем ойланып отырып қалды. Бұл жеке адам шешетін мәселе емес. Дүниенің кең уақытында бір құлақ суға таласып, бірін-бірін кетпемен шауып өлтірген. Ағайын мен ағайын араздасқан жағдайлар болған. Мына заманда кім-кімді аясын. Бағанадан сөзін тыңдап аш көздері үңірейіп тұрған көршілер сөздің абаған түсініп келіспейтін кейіп танытып, қолдарын сілтеп, селдіреп тарай бастады. Әкемнің оң қалтасына келіп құлағын тығып отырған ауыл үйге сүйкімсіздеу белсенді біреу бар еді. Сол шу шығарды. Ойбай әкеңнің. Мыналар біздің жерімізді тартып алуға келген. Байдың тұқымдары екен. Үкіметке хабарлайық, ұстату керек. Сол заманның адам шошырлық бар сөзін ұрандап елеуреп кетті. Әкем қой десе өжеттеніп өршелене түсті. Одан әрі шыдамаған әкем іргесіндегі таяғымен қақ маңдайдан оңдырмай тартып жіберді. Айқайға ойбай жалғасып, жолда отырған келіншекті тізесімен қағып өтіп далаға шықты. Жиналған жұрт бәлесінен аулақ деп бет-бетіне кетті. Әкем: қарақұрым халықтың қарғысын арқалаған атаңа нәлеттер деп таяғын іргеге тастай салды. Содан соң келген келіншекке қарап: айналайын, менің арығымнан бір құлақ су аласың. Арқа қос болып егінді бірге егеміз. Ағамның мойнындағы аманаты, төркін сыбағаң үшін. Қияметке барғанда Алла бегім ағама жолықтырса жауап беремін ғой, шырағым, дегенде келіншек қызын бауырына тартып солқылдап жылай берді. Өксігін баса алмай біраз жылады. Шешем байғұс құшақтап жұбатып ақ жатыр. Бәріміз жыладық. Азапты жолдан өтіп келгенде әкесінің көзін көрген бір адамның маңдайынан сипаған бір ауыз сөзі іштегі шерін қозғап жіберді білем. Анам байғұс су әкеліп беті қолдарын жуғызып, майлық төсеп 7 түйір жүгерінің шоққа пісірген дәнін қойды. Әкемнің жидеден ойған шай ішерлік ыдысына қаңылтыр шелектен ожаумен алып балық көздің шайын құйды. Біздегі бар дүние осы, анам, айналайын, дәм тата отыр. Алла өнемейін болай қыса бермес, деп ас мезіреті жасады. Келіншек шекпенінің ішінен белін орап тастаған
шәйі жібек белбеуін 4 орап ағытып, арасынан май шүберекке ораған нәрсені дастарханға қойып, аға, Шөмекейдің елі аңшы болады ғой. 10 шақты қақпанымыз бар. Абысынымыз екеуміз сол қақпанмен осыншама жанды талқажау асырап келеміз. Мынау сіздерге сыбаға болсын деп ала келген асым еді, деп орамалдашты. Бәріміздің көзіміз сонда. Ой, Аллай, сүрленіп, шоққа пісірілген семіз киіктің 3 қабырғасынан төменгі сөбес екен. Әкем пышағын суға шайып жіберіп, жоғарғы 2 қабырғаларын кесіп алып, қалғанын шешеме қарай ысырып қойды. Анам байғұс майлыққа орап тыққыштап жатыр. Аштықта жеген құйқаның дәмі аузынан кетпейді деген. Соны көзіміз көрді. Күні бүгінге дейін ойласам, дәмі аузыма келеді. Елге ел қосылса, құт деген. Егіншілікпен айналысқан кәсіпті елдің қызы ғой. Өздерімен алып келе жатқан тұқымдық дәндері де бар болып шықты. Әкем келіншекке, шырағым, жұрт аш. Біз отырықшы елміз. Ертең көктемге жетем дегенше, халық бұдан да бетер қиналады. Тұқымдық дәніңді берік жерге сақтайық. Ұры қара жүргінші көп. Түнделетіп мына балаға беріп жібер, деп ақылын айтты. Соған келісіп, бір қап дәнді арқалап келсем, әкем далада күтіп тұр екен. Алдыма түсіп жүре берді. Сол бойы Сарыөзен қожаның қосына келдік. Қожекең де сыртта күтіп отыр екен. Ішке кірсек, қостың ортасындағы ұраны ашып қойыпты. Арқалап келген қапты соған салдым. Біздің үйден ұрланған алаша қапта сонда тұр. Бірдеңені түсінгендей болдым. Қайтып келе жатып әкем, балам, бұл тұқым иманына берік, аманатқа қиянат жасамайтын әулет. Жалғыз баласымен кемпірі үшеуі аштықтан ісіп отырса да, астында ұрадағы дәннен бір түйір дәме қылмайды, есіңде болсын, деп ескертті. Көктем шыға жаппай егінге кірістік. Құдай беремін десе демде ғой. Егін жайқалып бітіп қалды. Меке жүгері деген дақылды солардан көрдік. Ол жылдам тарымен жарысып пісетін дән екен. Елдің назын жер көтереді деген. Аштықтан қалған жұрттың жұрнағы тойымшылыққа іліндау. Асылы қатының аты шықпайды ғой. Болмаса сол бегімнің қызы 3 жыл ішінде өзімен келген жұртты тойындырып, киіндіріп, көшерлік көлік, мінерлік атты қылып, керуен салып, ағайымен той жасап, қоштасып, тәуеліне қайтты. Бір адамын шашау шығармай еліне қосты. Бұл мен деген азаматтың қолына келмейтін туымдылық қой. Аспан аяқтай, жер таяқтай болып, қар су теріс аққан заманда тәубасынан жаңылмаған, жолынан жығылмаған, иманын аттамаған сол жандарды көрдік. Елді біріктірер еркек әйелдің туымы бөлек болады екен. Соған көзім жетті, деп Машекең әңгіменің бір түйінін қайырды. Одан әрі, қожа сен төркін сыбағаңның мәнісін түсіне алдың ба, деп сұрады. Естуім бар еді, әлі де толықтырып айта отырыңыз, дедім. Онда төркін сыбағаның мәнісі былай, біліп ал. Ұзатылған қыз барған жерінде өсіп өнгеннен соң ата-анасына сый-сияпатымен арнайы сәлем бере келіп, мал-мүліктен таңдап алатын сыбағасы. Содан соң ел ақсақалдарының басын қосып, ана қиямет күнге дейін ақ сүтіне ризамын, әке аталық ақыңызға ризамын деп баталасады. Өлім барда қаза бар, кімнің басы қайда қалады? Қыз бала жат жұттық шалғайда біреудің елінде жүреді. Ата-ананың қадірін тірлігінде біліп құрметтеу, ризашылығын алу дегеніміз сол. Бегім бидің қызы, әкем болмаса, әкемнің көзін көрген жұртына келдім. Менің төркін сыбағама бір құлақ су беріңіз деп салмағын салып сөйлегені. Сол ата жолымыз. Ал арқа қостың мәнісі бір құлақтан су ішкенмен әркім өз еккенін өзі жинап пайдаланады. Қос болып ексең, өнім қанша болса да қосқа біріккен адамға тең бөлінеді. Білдің бе қожа, деп Машеке маған қарады. Машекенің айтқан әңгімелерін көз алдымда көркем кинодай көріп отырдым. Сол бойында күні бүгінге дейін есімде сақталды. Өлімнің ортасынан өзегі өлмей шыққан осы әңгімені жазуға біраз ойландым. Сәті енді түскен секілді. Астана, шілденің 13-і, 2017 жыл.